Бүгін кешкі асқа балық етінен котлет және гарнирге күріш әзірлейміз. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Котлет дайындау үшін бізге кез келген балықтың фаршы, бір жуа керек, қалауыңызға қарай тұз, қара бұрыш қосу керек, 2 ас қасық ұн және 2 ас қасық сүт қосамыз. Сүт котлеттің жұмсақ болуы үшін қажет. Осылардың барлығын біріктіріп, видеодағыдай етіп, дайындап араластырып аламыз. Дөңгелек немесе сопақша формада котлеттерді ұнға аунатып дайындап аламыз. Балық котлеттерін ұнға аунатсақ жеткілікті, жұмыртқа қосудың қажеті жоқ, ешқандай шашырамайды және езілмейді. Міне осылай біркелкі формада ұнға аунатып дайындап аламыз. Қызып тұрған майда қуырып бастаймыз. Кезек-кезек екі бетін қызарғанша пісіріп қуырып аламыз. Міне котлеттер дайын болып қалды. Котлеттер дайын болып қалған кезде табаға аздап май құйып, қыздырып, үстіне жуылған күрішті салып, жақсылап қуырып, үстіне ыстық су құйып, бір қайнағаннан соң астын баяу отқа қойып қуырып аламыз. Сол кезде біздің күрішіміз бір-біріне бірігіп қалмай, шашырап, езілмей пісетін болады. Күріш пісіп қалған кезде бетіне котлеттерді орналастырып, 2-3 минуттай бұқтырып аламыз. Тағамға ерекше дәм беру үшін оны подливамен ұсынғанымыз абзал. Мен подливаға жуа мен сәбізді қолдандым. Осылай майға қуырып, аздап тұз салып, бұрыш салып, үстіне кішкене су құйып, бір бұқтырып аламыз. Міне біздің котлеттеріміз және гарнирге күрішіміз пісті. Езілмей шашырап піскен. Алдымен осылай ыдысқа күріштерді салып аламыз. Одан кейін бетіне котлеттерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп орналастырып шығамыз. Күріш құрғақ болмау үшін жуа мен сәбізден жасалған подливамызды котлеттердің бетіне құйып, подливаның суын күріштерге құйып шығамыз. Қалауыңыз бойынша көк жуа, укроп, петрушка сияқты әртүрлі көкшөптермен сәндеп дастарханға ұсынуыңызға болады. Ас болсын, бұл тағам менің отбасыма өте ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менімен бірге соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.
Каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз, сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.